түскі асқа немесе кешкі асқа оңай және тез дайын болатын тамақ дайындаймыз. Ол үшін қайнап тұрған суға спагеттиімізді салып пісіріп аламыз. Кішкене ғана тұз қосамыз спагеттиге, сосын бізге осындай мексиканский смесь қажет болады. Тауық етімізді алып, оны жақсылап жуып тазалап, осындай кішкентай бөліктерге бөліп аламыз да қызып тұрған майымызға салып қуырып аламыз. Жақсылап қуырылғаннан соң пияз салып, пиязбенен жақсылап қуырамыз. Ет пен пиязды жақсылап қуырып алғаннан соң жаңағы мексиканский смесіміздің бәрін қосып, оны да 5-10 минуттай қуыратын боламыз. Дәміне қарай тұз бұрышын салып, жақсылап араластырамыз да спагеттиімізді піскеннен соң мұздай суға шайқап аламыз. Сонда спагеттиіңіз жабысып қалмайтын болады. Енді қазанға спагеттиімізді салып, тағы да барлығын жақсылап бір араластырып алып, 5 минутқа бұқтырып